аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қолдарыңдағы Тәуратты растаушы ретінде түсіргеніме, яғни Құранға иман келтіріңдер. Оған адамдар арасынан бірінші болып қарсы шықпаңдар. Және аяттарымда атақты лауазым, азғантай бағаға айырбастамаңдар. Менен ғана қорқыңдар, мені ғана пана тұтыңдар. Ақиқатты жалғанмен бүркемеңдер, және ақиқатты біліп тұрып жасырмаңдар. Намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытылы оқыңдар. Зекетті толық беріңдер, және руку етушілермен бірге рукуға етіңдер. Сендер ел жұртқа ізгілікті бұйырып, өздеріңді ұмыт қалдырасыңдар ма? Өздерің кітап Тәуратты оқисыңдар. Еш ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Аллаға құлшылық етуде, күнә атаулыдан сақтануда, ханбастарыңа ауыртпалық түскенде сабырлық танытып, намаз оқып, Алладан медет тілеңдер арасында. Бұл Алладан шын именетін, һәм оған тиісінше тағзым ететін жандардан өзгелерге тым ауыр келеді. Алладан шын именетін һәм оған тиісінше тағзым ететін ондай жандар Раббыларымен қауышатындықтарына және оған міндетті түрде қайтатындықтарына кәміл сенеді. Әй, Исраил ұрпақтары, өздеріңе төгіп берген нығметтерімді және бір кездері сендерді жер жаһанда үстем еткенімді еске алыңдар. Сондай біреудің күнәсін біреу арқалап, біреудің қарызын біреу төлей алмайтын, ешкімнің шапағаты қабыл болмайтын, яғни біреу-біреуге шапағат етіп, араша түсе алмайтыны, ешкімнен азаптан құтылу үшін ешқандай өтем төлем алынбайтын және ешкімге ешқандай жәрдем берілмейтін, әркім өз басымен қайғы болатын алапат күннен қорқыңдар. Һәм бір Аллаға иман келтіріп, игі істер атқару арқылы алдын ала сақтаныңдар. Ей, Исраил ұрпақтары, естеріңде болса, кезінде сендерді ауыр азапқа салған перғауын әулетінен құтқарған еді. Олар балаларыңды тірідей бауыздап, қыз балаларыңды өздеріне күң қылып, қорлау үшін тірі қалдыратын еді. Біле білсеңдер, осының бәрі сендерге Раббыларыңнан келген үлкен сынақ болатын. Сондай-ақ естеріңде болса, арттарыңнан қуған перғауын мен әскерінен қашып келе жатып теңізге тірелгендеріңде, сендер үшін теңізді қақ жарып, барлығыңды перғауынның қанды шеңгелінен құтқарған едік. Сондай-ақ сендер жағаға шығып қарап тұрғандарыңда көз алдарыңда перғауын әулетін суға батырған едік.